Қолды қартайтатын 5 қателік. Баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге пайдалы арнасы. Күнделікті қарапайым әрекеттер денсаулығыңызға және қол терісінің сұлулығына зиян келтіріп жатқанын байқамауыңыз мүмкін. Қол терісінің ерте қартаюына ықпал ететін көпшілік жіберетін қателіктерді ұсынамыз. Бет пен дене терісіне қарағанда қол терісі өте жұқа, сондықтан ол жас ерекшелігі өзгерістеріне белсенді ұшырайды. Оған қоса көпшілік адам қолға бетке секілді арнайы күтім жасай бермейді. Бірінші қателік: қолды суға жиі салу және тұрмыстық химия қолдану кезінде қолғап кимеу. Көпшілік әйел жіберетін кең тараған қателіктің бірі үйді тазалау кезінде арнайы қолғап кимеу. Тазартушы құралдар мен ұнтақтар, ыдыс жуатын құралдармен үнемі қолды суға салу. Мұның барлығы теріні құрғатады, ал оның қартаюына ықпал етеді. Екінші қателік: теріні уақытылы ылғалдандырмау. Тері әсіресе суық мерзімде ылғал жоғалтатынын білеміз. Бұл жағдайда кеңсе мен үй ішіндегі ауаның құрғақ болуы, тұрмыстық химия қолдану және тоңып қалу одан әрі ушықтырып жібереді. Бұл проблеманы шешу үшін қолды крем көмегімен ылғалдандыру жеткілікті. Әр ыдыс жуғаннан кейін, үй жинағаннан соң, далаға шығарда және ұйықтар алдында қолға крем жағуды әдетке айналдырыңыз. Қолға арналған кремдерді әр жерге қойып қойыңыз және міндетті түрде сөмкеңізде болуы тиіс. Сол кезде бұл пайдалы әдетті ұмытып кетпейсіз. Үшінші қателік: антибактериялық құралды қосымша күтімсіз жиі қолдану. Антибактериялық сабын, майлық немесе спрейді күнделікті қолдану өмірімізге енген әдеттің бірі. Ол бактериялар мен вирустардың жұғу қаупін азайтқаны менен қол терісінің жағдайына негатив әсер етеді. Антибактериялық құралдар теріні қатты құрғатады, сондықтан оларды жиі қолданыңыз. Теріні ылғалдандырып тұруды ұмытпаңыз. Сондай-ақ арасында қолды тұзды суға салып маскалар жасаңыз. Төртінші қателік: далаға қолғапсыз шығу. Қыста қол қосымша күйзеліске ұшырайды. Көпшілік адамның қолы тоңған кезде терісі құрғайды, қызарады және тітіркенеді. Мұндай проблема орын алмас үшін далаға жылы қолғапсыз шықпаған жөн. Бесінші қателік: қолданбау. Қай мерзімде болмасын, жиі кездесетін қателік теріні күннен қорғамау. Қол бетке қарағанда күн белсенділігіне жиі тап болады. Себебі ол тіке күн сәулесінің астында тұрады. Ультракүлгін теріміздегі гиалурон қышқылын бұзады, ал оның құрғауына және әжімдердің пайда болуына ықпал етеді. Сондықтан да ұзақ серуендеу кезінде немесе демалысқа шыққан кезде қол терісін SPF құрал жағу арқылы қорғауды ұмытпаңыз. Әйел адамның жасынан хабар беретін көрсеткіштің бірі қол болғандықтан, оған ерекше күтім жасалу керек. Ол үшін әртүрлі маска жасап үйренейік. Қолыңызды жұмсартатын маска. 2 ас қасық қайнатылған қара шайға 5 ас қасық сұлы қауызын қосып араластырыңыз. Дайын болған қоспаны қолыңызға жағып, мақтадан жасалған қолғап киіп 1 сағат күтіңіз. Мүмкіндігінше бұл масканы жағып түнге қалдырған жөн. Қолды жасартатын маска. Орташалау алманы үккіш арқылы ұсақтаңыз. Оған 3 шай қасық зәйтүн майы мен кілегей немесе қаймақ қосып араластырыңыз. Қоспаны қолыңызға жағып 20 минутқа қалдырыңыз. Уақыт өткен соң жылы сумен жуып тастаңыз. Айтпақшы, бұл масканы бетке де жағуға болады. Қолды нәрлендіретін маска. Жұмыртқаның сарыуызы мен 1 шай қасық балды араластырыңыз. Қоспаны қолыңызға жағып, мақтадан жасалған қолғап киіп 20 минутқа қалдырыңыз. Уақыт өткеннен кейін жылы сумен жуып тастаңыз. 4 картопты тазартып қайнатыңыз. Ұсақтап 4 ас қасық сүт қосып араластырыңыз. Дайын болған езбеге қолыңызды салып суығанша отырыңыз.
Бұл маска кішігірім жараларды жазады. Қолды тазартатын скраб маскасы. 2 ас қасық өсімдік майы мен 4 ас қасық қантты араластырыңыз. Қоспаны қолыңызға жағып 3 минут ұстай тұрыңыз. Уақыт өткен соң жылы сумен жуып тастаңыз. Сондай-ақ 1 ас қасық лимон шырынын 1 шай қасық тұзбен араластырып скраб дайындауға болады. Егер қолыңызда жара болса, лимон секілді құрамында қышқыл элементі бар ингредиент қолданып маска жасауға болмайды. Сіздерге видео пайдалы болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар.